жігіттер, келгендеріңе үлкен рахмет. Шақырғаныңа рахмет. Шыны керек, алдыңғы подкастқа жолда келе жатқанда бір кішкене қобалжып келгем. Себебі алғашқы болады, қалай болады, не болады. Бүгін не екенін білмеймін, бір на расслабоне келдім. Бірінші факт, себебі сендер менің достарымсыңдар. Екінші, подкастта біраз енді тәжірибелерің бар. Бірақ та бір қорқыныш болды да, екі жаңағы ютубтың қасқырларысыңдар деп айта аламын да. Бүгін мен екі жақтан жеп мен үндемей отырып қалмаймын ба деп. Сен қасқыр көрмегенсің ғой? Көрген жоқпын ба? Нұрмахан қасқыр шығар. Біз шибөріміз. Енді бүгін келгендеріңе үлкен рахмет. Студия қалай? Енді подкаст жазатын жігіттер ретінде. Маған өте қатты ұнады. Бұл подкаст шықпай тұрып сен айттың ғой, сондай ұсыныс болып жатыр. Esquire қазақ тілінде контент жасайды дегенде қуанып қалдым кәдімгідей. Шынымен біз кішкене осындай сәнді журналдар, басылымдар, әртүрлі жаңағы жастардың қызығатын ресурстар, медиа ресурстар қазақ тіліне қарай бет бұруы, кішкене орыс әлемінен қазіргі уақытта кішкене алыстауымыз өте жақсы нәрсе деп ойлаймын. Қалалық қазақтар үшін қалалық болмаса да, жалпы ауқымды түрде алсақ та, ауылдағы қыз жігіттер үшін де біз меніңше жаңа бір площадка, жаңа платформа ашып жатырмыз. Өте сәнді, өте әдемі және көрерменнің көңілінен шығады деген үміттемін. Енді подкасттың тақырыбына келетін болсақ, подкастқа менің қалай келгенімді сендер жақсы білеміз. Өте жақсы білесіңдер, себебі подкасттың алғашқы жаңа келе жатқанда ойлап келе жатыр, не айтам бұл жігіттеріне, подкаст деймін ғой, ойбай-ау подкаст вообще осы жігіттерден басталды ғой. Ең бірінші подкастқа барғаным бұл Фея Перизат, Нұржанның подкастына 2 рет барғанмын деймін. Иә. Бір рет өтпей қалды. Ешкім біле бермейтін бір факт. Осыны айтасың ба соңында? Айтайын. 2 рет Фея Перизатқа барған, одан кейін Нұрмаханның админанан подкаст қол. Иә. Бірақ интервьюдан қандай айырмашылығы бар, себебі екеуміз отырдық. Микрофонда десең. Жоқ, негізгі интервьюге ұқсап кете береді ғой. Бірақ жалпы бағыты подкаст. Сол подкасттан шыққаннан кейін бір ой келді өзіме. Ютубта қазақ тілінде жалпы нарық бос деп айтсақ болады, қазақша сапалы контент істейтін адамдар аз, нарық бос. Неге мен осы подкаст түсірмеймін деген оймен мен Нұржанға хабарластым. Кездесейік деп. Нұржан мен кино түсіреді деп ойлаған. Мен келіп алып, жоқ, мен подкаст түсіргім келеді, көмектесші деп, сол алдыңғы жылы бір жаз айларында екеуміз бастадық. Сонымен подкаст дейсің ғой деген осындай креативті подкасттың атауын Нұржан ойлап тапты. Да? Иә, сен айттың ғой, ойланып көрейін. Баяғыда сондай подкаст болды, иә? Баяғыда, заманда сондай подкаст болды. Иә. Бірақ та біздің бір рет болғанда қаншама идея болды, оны қаншама рет біз түсірдік те, техникалық ақаулар болды, бір сондай жолы болмаған, жыр болған подкаст болды. Енді осы сәтті шығады деген үміттемін. Түкіріп қойық. Бүгінгі подкаст шығады деген үміттемін. Енді подкаст деп қайсыңыздан бастарын білмей тұрмын. Енді Нұржан үлкендерден бастайық. Үлкендерден бастайық. Жаңа ғана кадрдан тыс бұл жігіттер. Не болды жаңа? Бауыржан Исаевтың нешінші жылы? Иә, біз енді ондай өте қатты. Ол қай жылы болған нәрсе? 1996 жылы. 96 жылы. Азия даусында Бауыржан Исаев қандай ән айтқанын естеріне алып отыр да. Соған қарағанда примерно жастар қаншада екенін түсіне берсеңіздер болады. 96 жылғы Азия даусындағы. Мен не алайын, бата берейін? Подкаст жайлы не айтамыз? Қазақ тіліндегі подкаст па жалпы? Фея Перизат? Жоқ. Біз білмегенде подкасттар бар. Админанон сол кезде болған. Иә, сол кезде көрермендермен жасайтынбыз. Иә. Содан кейін барып Фея Перизат. Иә? Үшке тұрық қой. Одан кейін Нұрмахан Админанонмен кетті. Сосын мен басқа подкаст ашып алдым. Жыл сайын ребрендинг. Жыл сайын болғанда, өзі солай келе жатыр. Келесі жыл қандай болады деймін. Келесі жыл білмейміз. Мұнда келмейсің ба? Қайда? Осында. Қонақ болып па? Жоқ, қасында отырасың. Жоқ, сен әдемі отырасың, сенің жанында. Болмайды. Өзің күшті отырасың деген. Сенімен сәнді ғой осы подкаст. Сен өз орныңды таптың. Бағың жансын деп та, тастай бат деп, судайсың. Нұрмахан. Ұзағынан болсын. Осы ең бастысы маған ұзағынан болсын деген сөзді бір көбірек айтып тұрыңдаршы, себебі менде ұзақ болмай тұр ғой.
Нұрмахан енді Нұржанға қарағанда сол кеше біз жігіттер болып отырып бәрін қарап шықтық, ютубта не бар, жігіттер не істеп жүр, ертең бәрін біліп отыр. Сен апта сайын өте жиі, тіпті күн сайын деп айтсақ та болады, бәрі подкасттарың жиі шығып тұрады. Жиі, стабильно дейміз ғой, стабильно. Админ анон туралы бір-екі. Менің аяғыма тиіп. Окей, И бізде ой болды, неге біз осы нәрсені жалғастырмаймыз? Бірақ басқа формада дедік та. Дәл сол кезде админ анон көрерменмен сол кезде мынандай микрофонмен бірге бастап кеткенбіз негізі. Жалпы ол қайдан бастау алған? Жалпы көрерменмен подкаст жазу деген. Бізде былай болды ғой, жаңағы енді біз пайымдауда осылай үш адам отырамыз ғой. Бізге самое главное сол форманы қайталамау керек болды. Содан кейін американский нелерді көрдік. Кәдімгі олар үлкен сахнада, кәдімгі диван қойып қойып ұрады екен. Сендер де сөйтіп ұратын болды. Біз бүйттік, короче. Неге ұрмасқа деді. Давай бір-бірден ұрып көрейік. Дәл солай деп. Солай просто көрейік дедік та, қалай болады? Билет саттық, кәдімгідей, билет саттық. Біз еще осылай фуршет дайындап қойғанбыз. Иә, бір ұзын столға крафт сияқты қылып дайындап қоятын біз шай, су. Қатты билеттің құнына кіреді, крафт, печенье, попкорн, әр нәрсе. Сонымен ол кезде бірақ что-то өтпеді ол, да? Бір 3 па 4 па выпуск шықты. Түсінбедім ма, білмеймін, короче, өтпеді. Содан кейін ол жылы жабылды былай. И мен не істедім мен? Мен обзор түсіріп кеттім. Влог па? Жоқ. Ауылда как раз карантин болды. Ауылда не істейсің, жатасың, сосын бірдеңе істегің келеді. Как раз неше түрлі жаңалықтар, неше түрлі видеолар шығып жатыр. И сонымен сол видеоларға обзор айтамын. Осылай, короче. И сонымен где-то ол болды. И что-то андай бәрібір болады ғой. Бірдеңе жетпей тұратын. Сонымен айттым, менде админ бар еді ғой, анау жақта. Соны қайттан бастаймын дедім да. Ол кезде енді скромничать етіп, Гаккудың бір студиясының қараңғы бұрышында екі адамдап ұрып тоже бастап кетті. Екі адам ол кадрдағы екі адам ба? Екі көрермен шақырған. Жоқ, ол кезде көрерменсіз болды басында. И сол қайтадан екі адамдық болды да, тоже андай ғой, бірдеңе жетпей тұрған сияқты. Мен жаңа кезінде КВН ойнағам, сосын стендапта шығам, маған аудиторияның реакциясы бірден болғаны ұнайды. Бірден айтсам, оған реакцияны бірден сезген, басқаша әсер береді. Содан кейін, давай, қайттан көрерменмен. Сонымен яғни әрбір шығарылымға келетін адам саны бар, иә? Билет сатам, иә. Қанша адам келеді? Ең азы 10 болды, ең көбі 80 болды. 80 адам подкастта. Қаншадан сатып жатсың билетті? Соны айтшы. Содан кейін мен басында 1000 теңгеден болды. Содан кейін адам тым көп көткен кезде бәрібір ол кері әсерін береді екен да. Сосын 2000-ға көтердім қазір. Бірақ бәрі тыныш отыра ала ма? Сол жерде отырғанда звук жағы қалай? Жоқ. Если әңгімең дұрыс болса, тыныш отырады. Кейбіреулер ұйықтап қалады. Жоқ, шынымен қарап отырасың ғой, бір ұйықтап бара жатады да, сосын айтасың. Жоқ, мен еще бүйтем ғой, сұрақ дайындап отырыңдар деймін, соңынан сұрақ қоясыңдар. Кейде даже басында басталып кетеді сондай әңгіме. Өздері әңгіменің ортасынан бірдеңе айта салады, сонымен сол подкасттың тақырыбы болып кетеді, сұрағы. Сол жағынан маған солай андай, не дейді былай, сценарийден тыс дүниелер ұнайды да. Сен қанша бүйтіп дайындалып келсең, содан шыққың келмей отырады бейсіп ше, содан шығып кетпеу керек деп. И ол ойдағыдай болмай қалуы мүмкін. А когда бәрі өзі бүйтіп органично дей ма, өзімен өзі бүйтіп жүріп жатса, солай күшті. Онда бүгінде солай істейік, я органично, мен себебі менде сценарий бар, қарағым келіп отырған жоқ мен. Онда жаба сал десең. Иә, жаба салайын, айта салайын. Нұрма хайп болды, иә, влог? Хайптама мені. Нұрма хайп емес па? Жоқ. Хайптама мені. Хайптама мені деген влог болды. Оның жалпы тарихы қалай? Мен 2018 жылы. Мен 1940 деп бастасам. Нұржанның Алматыға келіп қыдырып кетсейші, мен Астанада тұратынмын ол кезде. Деген сөзіне келгем ғой, сөзіне бола. Сөйтсем, Алматыға келсем, Алматының қаңтары жып-жылы Алматы. Астанада боран болып отыр. Сосын ойладым, чо, қала салмасқа дедім да, қалдым и камера алдым жаңағыдай, влог түсіретін.
бірден ой келді қалаулымға барам деген. То есть бэкстейдж барып бастап кеттім. Қазір мен каналымдағы ең көп просмотр жинап тұрған сол. Почти 1 миллион болып қалды. Яғни адамдарға қызық нәрсе ол Қалаулым. Отношения. Адамдар. Вообще бізде қазақ ютубында, қазақ контентінде екі адамның қарым-қатынасы өте қызық. Тек қазақ емес, негізі Барлық жерде. барлық жерде меніңше. Бірақ енді Бізде андай ғой. Бізде жас та кәрі де соған қызығып қарайды да. Басқа жақтарда может тек қана жастар шығар. Бізде енді мысалы үшін қалаулымның 3 сағаттық прямой эфирін үйде домохозяйкалар көреді. Мен мысалы үшін бір класстасым хабарласты. Ана мамамды тұрғыза алмай жатырмын телевизордың алдынан. Жауап тұрасың ба деді ғой қалаулымды. Мен телевидение істейтін болған екен, сондай несі бар деп ойлайды да. Хорошо дедім. енді бұл енді факт, иә, ютубқа кірсек, қалаулым деп енді айттың ғой, енді қалаулым бағдарламасының үзінділері, немесе андай әртүрлі сапа жағынан кішкене енді қалаулым деп тұрған жоқ, басқа да бір сапа жағынан ішіндегі материал жағынан кішкене нашарлау нәрсеге енді қаралым көп болады. Оның қасында мысалы сапасы жағынан қазақша контенттің жаңағы просмотрлар, қаралымдары өте аз, өкінішке орай. Бізде негізі ше, мынау свет, звук, картина деген нәрсеге көрермендер қатты баса ауырта бермейді. Ол біз сияқтылар қалай болып тұр екен. Оларға ішіндегі әңгіме. Ішінде жаңағыдай отношения, сен неге өйттің, кеше сен кездесуде сен дұрыс нетпедің ғой маған деген әңгімелер болатын болса, жоқ сенікі дұрыс емес деген әңгіме болып отыр ма, уже көрермен жиналып көре бастайды. Негізі ютубтың несі бір қызығы сол ғой. Жұрттар телефонға түсіріп те сала береді ғой. Мысалға Джо Роганның подкастын кім көрді? Көремін мен. Сендердікіндей картинка жоқ қой жақта. Мысалға да. Иә. Алады да түсіреді да лақтыра береді болды. Бұл енді Джо Роган ғой, оған кешір. Ол, иә, сондай сияқтылар да өте көп. Джо Роган болмаса да, солай әшейін түсіріп, қатты бір битик, мына жерге бір пальма кеп қояйықшы деп ешкім өйтіп жүрмейді. Қалай отыр, сен мына жерге отыр, сен мына жерге отыр дейді. Төбесінен бір камераны қоя салады да, болды түсіре береді. Біз бұл негізі ТМД-да солай. Біз қатты әдемі болғанын қалаймыз, кішкене бір атмосфера бергіміз келеді. Бұл бір не ғой? Көп шығармашылық қосамыз да, бір қарапайым подкастының өзіне. Сенің мысалға подкастының декорациясы. Өзі кәдімгі жасатты, Мен көрдім ғой, кітап жинап жүрген есімде. Ана полканы істеген сәт есімде. Астындағы кілем, енді соның бәрі бір сондай шығармашылық подход деп айтсақ. Иә, біз әдемі қылып көрсеткіміз келеді. Оның себебі былай да, жаңағы біз көреміз ғой, ТМД-да не болып жатқанын. Бәрі әдемі түсіріп жатыр. Содан кейін ойлаймыз, біз қазақ тілді аудитория бір жақсы нәрсе көруге лайықты деп ойлаймыз да. Содан кейін әдемі түсіруге тырысамыз. Ана кілемдердің өзін аралап жүріп жан-жақтан, мен бүкіл осы Алматы облысынан біреуін алдым. Фактурный деп па? Иә, әртүрлі. Біреу Қонаевтың офисінде тұрған кілем екен, соны алып келдім. Неше түрлі нәрселерді сөйтіп іздеп жүріп әдемі қылып көрсетуге тырысамыз. Біз көрерменге былай айтамыз да, біз сені ойлап жатырмыз. Саған көруге әдемі болсын деп жатырмыз. Сондықтан да кел, отыр, көр деген сияқты. Біз ол да бір күрестің құралы шығар, жаңағы трэш контентпен салыстырғанда. Біз осындай нәрсе ұсынып жатырмыз саған. Ақпараттық соғыс қой. Былайша айтқанда ақпараттық соғысты біз сондай сапаға. Қазір адамның назары деген жаңа валюта ғой. Бәрі сол үшін таласады, сондықтан да сондай бір адамның назарына таласта біз кішкене сөйтіп картинкасын әдемі қылып, әйтеуір звугын дұрыстап, әр подкасттың жаңағы дыбысын біз дыбыс режиссерына береміз, отырып тазалап, жаңағы түзетіп, дауыстарды сөйтіп жасататын. Оның өзі бір артық уақыт, артық шығын, бірақ сапа үшін жұмыс істейді бәрі, иә. Өзіңнің жұмысыңа және өзіңнің көрерменіңе сыйын ғой. Иә. Мен не көргем жақында? Дөпсөз. Барып қойттық, иә. Соңғы кездерде подкасттарға дейтін күнде қонақта жүр екенсіз қазақ подкасттарының ішінде.
содағы бір сөзің есімде қалды. Егер де тиктокты көретін аудитория менің подкастымды айналып өтсе, яғни менде сапалы аудитория дедің. Есіңде ма? Есімде шығар, да, мүмкін. Айтқан сияқтымын. Яғни біз қазір әрбір платформа, әрбір площадканың өзінің, қалай айтсам болады, өзінің ерекшеліктері бар деп айта аламыз. Енді тикток көретін аудитория, ол мысалы ютубта подкаст көрмеуі мүмкін. Олар андай жылдам аудитория да. Ол жаңағы сенің каналыңа былай айтқанда бір пайдасын тигізбейтін аудитория. Олар қарайды да бір 10-15 секундтан кейін ауыстырып жібереді, андай стористің форматындағы поколение ғой, сондай. Оларға жұмыс істеп жатқан жоқпыз ғой біз. Біз асықпай отырып көретін, жаңағы ыдысын жуып отырып көретін, болмаса көлікте бір жаққа бара жатырып көретін, баласын емізіп отырып көретін, сондай сәл бір жаңағы 25+ деп айтсақ болатын шығар, сондай аудиторияға. Адам негізі кішкене басылады. Но қазір тиктокта осылай билеп жүргендер ертең 5-6 жылдан кейін кішкене басылады, өз саласына кішкене түседі да. Сондай болады. Сондықтан да ол аудитория сен жаңағы реклама беретін адамдарға апарып не деп статистикаңды көрсетесің ғой. Сол кезде қарайды да, олар уже 25-тен жасы төмен да. Дейді, сен аудиторияң жаңағы не платежеспособный дейді. Сондай. Сразу видно, что тиктокта отырмайтын жігіт екен. Нұрмахан, сен тиктокта отыратынын білемін. Өйткені Нұржан айтып отқан тикток осыдан 1 жыл бұрынғы тикток. Ал сен қазір, мен мысалы тиктокта отырам, мен сен не айтайын деп жатқаныңды примерно түсініп тұрған сияқтымын. Мысалы үшін сен билерің өтпей жатыр ғой тиктокта. Кім айтты өтпей жатыр деп? Неге өтпей жатыр? Бастапқы кезегідей билер өтпейді қазір. Қазір тиктокта уже алгоритм өзгерген. Қазір 3 минуттық, 4 минуттық видеоларға шейін не берді да тикток. И основном сол 3 минуттық, 4 минуттық не ол? Әңгіме. Әңгіме. Мысалы үшін сенің подкасттардың үзінділері, менің подкасттың үзінділері, дөп сөздің үзінділері бәрі сол 3 минуттық, 4 минуттық нелер. И адамдар оны көреді да, жалғасын көру үшін ютубқа келеді. Мен солай сенің подкастың көргем, Құрмаш Маханов және де 91 әлем. Соны сол жерден бір кішкене үзіндісін көріп қалдым. Жоқ, аудитория алып келеді, мен оған ешқандай не жоқ. Просто сен айтып отқан сапасын айтып отырмын, сен рекламаға да не. Жоқ, соны түсініп отырмын ғой. Сен айтып отқан ол 1 жыл бұрын сондай еді. Қазір керісінше үлкен аудитория келді, то есть үлкен жастағы. Бізбен қатарлар келді. Олар өйткені қарап отыр ғой тиктокта популярностін, қатты насихат алып жатқанын көріп отыр да, сосын инстаграмдағы жылтырақ неден қашып, вот инстаграмда 15 секунд сториз уже қызық емес былайша айтқанда. Олар шыдай алмайды. Олар 1 минуттан артық нәрсе берсең шыдай алмайды олар. Өткізіп жібергісі келіп тұрады. Сторис қарай алмайды екен мен шын айтсам. Өткенде көзімше біреу остановка деп бүйтіп істеген ауаға ше. Сені ма? Жоқ, ауаға. Өткізіп жіберіп автобусын тезірек. Автобус бетіне ауырай кетіп қалсыншы. Сондықтан меніңше қазір тиктокта, сосын қазір тиктоктың прямой эфирлері. Өте кәдімгі адамдар отырып прямой эфир бар. Иә. И еще ақша төлейді ол жерде. Монетизациясы бар. Иә. То есть қарайсында тикток қазір более жаңағыдай познавательный ағартушылық контентке өздері алгоритмі соған упор тастап жатыр. Жоқ, егер де сен ондай, мысалы, сен бірінші тиктокты аштың, қостың, иә. Егер де жаңа билерді қарай беретін болсаң, мен сияқты саған тек би шыға береді ғой. Егер де сен 3 минуттық бір видеоны қарадың ба, келесі берілетін 10 видеоның 5-еуі соған ұқсас. Сондықтан бірақ енді билер де өтпей жатыр негізі. Бидан билемей-ақ қой. Осы подкасттың үзінділерін сал. Жоқ, шынымен үзінділерін сал. Мен оны бірнеше рет тексеріп көрдім. Работает. Өтте, тез. Қарайсында, мыналар адам екен ғой дейсің да, кәдімгі. Жоқ, адам ғой ешкім. Жоқ, сен айтып отырсың, 25-ке дейін деп жатсың да. Қазір ол өзгерді деп отырмын мен. Үлкендер отыр дейсің ба? Уже үлкендер отыр. Мен естейтінім... Сендер ғой құрып жүрген. Екеміз жоқ, негізі мына нәрсе жақсы бар. Ең оңайы, ой, мына платформа мынандай деп, оған жоламай қойған ең оңайы. Бірақ соған талпамен барып, өзгеріп тастау, былайша айтқанда ойынның ережесін өзгеріп тастау негізі біздің қолымызда. Хорошо, тикток би үшін дедіңдер ма? Давай. Қазіргі уақытта
Астанада және Алматы қаласында бір стендап клуб бар. Жалпы өзім стендаптың Нұржанмен бірге Алматыдағы стендап клубқа ремонт кезінде барғанмын. Жалпы Қазақстанда стендап клубтың ашылуының өзі меніңше бір жаңа дем келген сияқты. Себебі біз ондайға үйренбегенбіз. Кәдімгідей кафедегідей ресторандағыдай отырасың, тамағыңды тамаққа заказ бересің, және де мына жерде стендап болып жатады. Тіпті қазақ тілінде стендап көру мен үшін бір жаңа бірдеңенің бір жаңа бастау болды. Алматыда желтоқсан, Астана стендап па қалай? Астана стендап Астана, иә. Алматыдағы стендаптың Леп клаб деген. Леп дегенде бар ма? Тек қазақ тіліндегі стендап Нұрмахандар. Мен Нұрмахан. Сен ба? Және де сол TikTok-тағы көптеген үзінділері жүр қазақша стендаптың. Жансая деген қыз бар, иә. Қаншама жігіттер жүр. Нұржан, сен монолог жазасың, бірақ өзің сахнаға шықпайсың, әлде шықтың ба? Жоқ, шықпаймын. Тек қана Мен комик емеспін. бірақ жазуға көмектесесің ба жігіттерге? Иә. Көмектесесің, иә? Жоқ, негізі Нұржанда бүкіл данный бар комик болуға деген. Бұл қазақша стендаптың алғашқы стендаптарын концерттерін жүргізді. Күлдірді десең. Күлдірді. Қолынан келеді, бірақ стендап деген ол андай жанр ғой, адамның өзінің қалауы болу керек. Бүкіл данный бар, бірақ қалау жоқ. Сенде қалау бар. Иә, менде ешқандай данный жоқ, бірақ қалау бар. Точности наоборот менде. Сондықтан. Енді менде бір сұрақ, стендаптың жалпы стендап деген не, және де біз осыған дейін мысалы монолог деп айтсақ болады, әртістің сахнаға шығып халықты күлдіртуі, монолог жазуы өз басынан өткен оқиға болу керек, иә? Әлде оны ойдан шығаруға бола ма? Утрировать етуге болады. Бірақ та негізі түбі шындық болу керек, иә? Сонда осыған дейін меніңше стендап деген сөз қазақ еліне келгенге дейін біраз әртістер сахнаға шығып өздері монолог айтатын болды. Мысалы алысқа кетпей Тұрсынбектің өзін алатын болсақ та, ол қаншама жылдан бері оны стендап деп санауға бола ма? Айырмашылығы неде деген ғой? Неде? Тұрсынбектің негізі жоқ, оған дейін тамаша болды баяғы, біз кішкентай кездерімізде. Бізде желтоқсан стендап клубына кірген кезде әлемнің ең танымал комиктері бар ол жерде. Джим Керри, Джордж Карлин, Луи Си-Кей, Эдди Мерфи, бәрі тұрда. Солардың арасына біз Құдайберген Сұлтанбаевты қойып қойдық. Өйткені біздің ойымызша ол енді біздің білуімізше, мүмкін оған дейін де болған шығар, сондай сахнада тұрып, қағазға қарамай-ақ стендап айтқан адамдардың бірі. Сондықтан сондай бір құрметіміз болсын деп сөйтіп Құдайберген ағамыз қойып қойдық. Біздің ойымызша ол стендап. Енді клубтың атынан сөйлеп отырмын қазір. Тұрсынбектің істеп жүргені не анау десе. Тұрсынбектің істеп жүргені ол да стендап. Ешқандай қағазсыз шығып, Тұрсынбек өткенде бір жаңағы стендап емес менікі деп айтып отқан көріп қалдым. Енді бұл бөтен бір жат нәрсе деп кішкене TikTok деген сияқты бір алыстауға мүмкін тырысқан шығар. Былай келген кезде негізгі механизмі, структурасы бәрі стендап қой. Өздері білмеген жағдайда, то есть өздері стендап екенін білмеген жағдайда сол нәрсемен айналысты олар. Айналысып жүр. Яғни бала кезімізде хабар ма, Қазақстан қай арнадан тамаша көрсететін еді. Сенбі, жексенбі күндері. Сол жерде жаңағы кішігірім спектакльдерден, қойылымдардан басқа бір әртіс шығып, осындай бір монологы болатын. Ол да бір стендаптың бір түрі болып санала ма? Негізі эстрадный монолог деген бар. Эстрадный монолог деген жаңағыдай, мысалы үшін біз Құдайберген Сұлтанбаев болсын, Уәлибек Абдырайымов та монологтармен шығады. Бауыржан Ибрагимов, Тұрсынбек. Олардікін 100% стендап деп айта алмайсың да. Эстрадный монолог пен стендаптың қосындысы. Яғни олар жалпы халықтың мұңын былайша айтқанда айтады. Эстрадный монолог жаңағыда қағазбен шықса да болады деген сияқты түрлі формулалары бар. Енді нағыз стендаптың өзі ол более такой барный, клубный, андеграунд. Жаңағыдай. Айырмашылығы осындай. Подвалдарда сен әртіс болмауың мүмкін, бірақ сен айтатын өзіңнің бір трагедияң бар. Оны сен айтсаң,
ана адам мына ауру ма деп айтуы мүмкін да жаныңдағы адам. Ал сен шығасың да міне көпшіліктің алдына шығып, короче мен осындаймын дейсің. Олар мысалы өзін танығандай болып там күледі, болмаса жалпы бізде ана дейді әлсізге күлген, соған күлген не дейді ұтымдырақ. Әлсіз болғанда меніңше самоирония, әркім өз басындағы әлсіздікті. Сен шығасың да өзіңнің кемшіліктерін айтасың ғой, былайша айтқанда. Оған күледі. Ал енді Тұрсынбек болсын басқалар жалпы ұлттың жаңағыдай сондай бір кемшілік дейміз да, біз өзіміздің менталитетке тән дүниелерді айтады. Жиза дейміз ғой енді. Сонысымен енді өздері де шынымен сонысымен біз стендап емеспіз деп жүрген шығар. Негізі узнавашкілер дейді ғой, сондайларды көп айтады. Мысалы, бізде сондайға біз сиырларды осылай айтатын едік қой деп. Сөйтіп сондай нәрселер. Ал егер сен дәл сол узнавашканы мынандай бар еді ғой деместен, просто өзіңнің өміріңе салып, мен осындай істейтінмін десең, уже более стендап. Негізі былай, если стендап бір сөзбен айтқанда үлкен әлемдегі кішкентай адамның оқиғасы, тарихы, өмірі. Сондай. Ал мысалы тиктокқа әдейі айттым андай. Күшті, оны дейтін әндер істейтін қыз отыр ол дейтін. Ертең тиктокта жүресің. Қаласаң да қаламасаң да тиктокер шығарамыз сенен деп. Алға. Яғни стендапқа кез келген, мысалы қазіргі уақытта өзінің монологы бар, жастар келе алады, иә? Бізде редактура бар, иә? Редактура ол көрермен. Көрермен күлсе, сен жалғастырасың. Күлмесе, қайтадан дайын. Сенде вообще редактура жоқ па? Редактура болғанда съемканың алдында, егер біз үлкен концерт беретін болсақ, соның алдында ғана давай мына әзіліңді былай өзгертіп жіберейік, былай мынаны алып тастайық деген сияқты әңгіме болады. А былай жалпы алғанда ол көрермен негізі. Негізі стендапта редактура болмау керек қой, бірақ соңғы кезде біз қосып жатырмыз. Егер де Ресейдің жасап жатқан саясатын қолдайтын адамдар болса, біз жаңағы парақшасында қарап көреміз, онда шықпай-ақ қой дейміз бізде. Сондай саясатқа қарсы. Өйткені біз соғысқа мүлде қарсымыз, Лукашенко қарсымыз. Сондықтан стендап ол не ғой? Трушность қой. Ол позициясы болу, сондықтан да біздің позициямыз сондай. Бізде ондай болды. Мысалы үшін бір комик шығып кетуі мүмкін арасында, абайлау керек та. Сондай соғысқа қатысты андай, как будто біздің қатысымыз жоқ сияқты әзілдер айтты да, мен айттым. Сразу керек емес. Сразу керек емес. Өйткені, күлетін нәрсе емес та ол. Ана жақта адамдар өліп жатыр, а сен мына жақта деп. Жоқ. То есть, ондай редактура бар. Андай не дейді? Моральный жағынан аласың да. Сосын клубтың позициясы деп ойлауы мүмкін ғой кейбіреулер көргендер ше. Мыналар сонау мынаны қолдайды екен ғой деуі мүмкін да. То есть мына жерде сен площадка беріп жатсың жаңағыдай ватниктерге площадка беріп жатсың. Қаншама қаралым болуы мүмкін, даже қаралым емес, біреу жаңағыдай түсіріп алып таратып жіберуі мүмкін да. Кім айтты не емес, осындай жерде осындай әңгіме айтылып жатыр деген сияқты сондай нәрселер бар. Редактура сол жағынан. Былай негізі жаңағы кез келген адам деген кезде бізде индустрия енді ғой дамып жатқан. Ал мысалы үшін енді дамып кеткен біз түсінетін жерлерден, ол Америка мен Ресейді алатын болсақ, енді мен Ресейде бір 2 аптада тұрып, именно сол стендап барларды қарап шықтым да. Ол жерде метроның жүргізушісі, таксист, короче, өмірде өзін жалғыз сезінеді, айта алмайды, бөлісе алмайды, үйінде айтады, проблемаңды айтпай қойшы бізге дейді, там, достармен дұрыс араласа алмайды деген сияқты. Оған надо высказать, бізде шығару керек ананы. Сондай адамдар келеді да, стендап барға келіп, айтады. Кетті жарып кете ма бәрі? Жоқ, күлкілі болмауы мүмкін, но ана адамға ол маңызды келіп айту. Ол мүмкін, күлдіру деген факторды өзіне қоспаған да шығар. Бірақ мы даем, они дают высказаться. Терапия ғой ол? Да, терапия, психотерапия. Стендап негізі солай айтылады. Ал мынандай факт бар ма? Чем, орысша айтқанда, чем честнее, да, тем и смешнее деген. Өтірік айтып тұрған негізі көрініп қалады. Көрінеді. Қанша жерде. Ондай нелер де болды, мысалдар да болды. Сен түрің айтып тұрады да, өтірік екенін ше. Даже, мысалы үшін, бізге орысшада енді қатты білмеймін, бірақ қазақшада көбінесе КВНщиктер келеді ғой. Ал КВНде жаңағыдай абсурдный юмор енді көп қой, гон дейміз. Олар соның волнасымен келеді да, соның атмосферасымен келеді да, мына жерде күлдірем деп ойлайды да. Айтады ғой. Алда отырған айтады, сенбейді ол. Мынау, ойлауы мүмкін, да, мынау определенный бір жерде мынау күлкілі. А на самом деле өтірік.
жаңа азаматтық позиция дедіңіздер. Енді осыдан кейін меніңше стендап дедік. Енді өз жерлесіміз Нұрланның жағдайын енді айтпау мүмкін емес сияқты, иә, өздерің әкеліп тұрсыңдар. Жалпы енді сол жағдай болды дейік, иә, осындай, мысалы, Нұрмахан, сен қанша сахнаға шығып жүрсің, осындай жағдай болып қалса, сол жерде осындай әзіл айту моральдық тұрғыда жалпы орынды ма, әлде ол бір сондай, білмеймін, енді бір-екі ауыз сөз, өзіме де осы сұрақты қою қиын болып тұр, қай жағынан келерін білмей тұрмын, иә. Нұржан өткенде өте жақсы айтып кетті, соны перефразировать етіп айтып жүрсең, өткендегі ойыңды дөп сөзде айтқан. Енді күшті айттың ғой сен. Кәдімгідей ысыра салады екенсің. Жоқ, мен пока ойынды жинақтағанша деген. Иә, олай әзілдеуге болмайды. Олай әзілдеуге болмайды. Адамдар өліп жатқанда, үлкен бір сондай қайғы болып жатқан жерде, соғыс болып жатқан жерде олай әзілдеуге болмайды негізі. Мынандай бір нәрсе бар, бір мысалды айтып жүреміз көп жерде. Бір американдық комик әйел, ода рак груди болған ғой, и кесіріп тастаған. Сөйтіп шығады да сахнаға айтады. Сонысындай, менде рак груди болды, жаль, что не рак жира дейді. Ол өйтіп айта алады, өйткені ол өзінің қайғысы. Ал біреудің қайғысына болмайды да, негізі. Қанша жерден юмор, разрешенная агрессия дегеннің өзінде бәрібір шекаралар болу керек. Олай айтуға, андай жағдай кезінде болмайды. Ол енді қазір біздегі концерттерінің барлығы тоқтатылды. Оның несі, әсері әлі бола береді. Бұл тек басы ғана да. 16-шы мамыр күні концертке барасыңдар ма? Отмена болды ғой. Отмена болды. Бүгін жаңалық шықты. Қазақстандағы туры күзге дейін, Қазақстандағы туры барлық қалалардағы концерттері қазан, қараша айларына ауыстырылды. Не себептен? Сол? Осының себебі. Әрине. Қазақ елінде. Иә, Алматыдағы концертіне де бір жігіттер дайындалып жатқан шығамыз деп айтамыз деп. Мынандайлар. Егер о жақта да тұрады ғой мынандайлар. Бірақ мыналар да мындайын дайындап жатыр да. Сондай болып жатқан. Иә, қазақтарға қарсы шығады. Себебі, шай құяйыншы, пожалуйста, өзім. Все. Нұржан шетінде кезде Гүлназ шай қояды. Хорошо. Запомним этот момент. Сен өзің қойдың ғой, өзіңе. Жаңа бері өзіме қойып отырмын мен. Жоқ, жанымда отырсың ғой. Жанымда отқан сен бай, көрмей қалған шығарына қолын созып атқан кезде. Вроде бы әйелі бар адамда, қатты қажеттілік жоқ біреудің шай қойып бергенше. Керісінше әйелі бар адамдар самостоятельный. Өйткені олар күтіп тұрсың дейді, қазір ана айтасың, анау, мынау, өзім істей салайын істейсің да шығып кетіп қаласың. Жоқ, мен самостоятельный, мен өзіме құйып отырмын ғой. Просто мына жестті түсінбей қалдым да, хорошо, мен құйып беремін. Кешірім. Примерно это наравне с шуткой Сабурова десе. Негізі, жалпы, ол әзілге дейінгі нелер болды ғой, бірнеше предпосылки дей ма? Иә, бір-екі сол нәрсеге итермелеген, иә. Жалпы Сабуров бізде аполитичный деп өзі Дудьта сұхбаттарында айтты ғой. Бірақ ол не только аполитичный, ол асоциальный адам. Өзі андай закрытый адам ғой, ешкіммен, көп адаммен араласа бермейтін, бүкіл несін, экспрессиясын, сондай злой әзілдермен сахнада шығаратын адам да. И мен одан жалпы бір оқиғаға қатысты пікір күткен жоқпын. Мына ситуацияда да. И менше ол да ол прям оған ондай внимание болады деп басында ойлаған жоқ, типа мен Қазақстан азаматымын, причем тут я деген сияқты. Но ол жаңағыдай ұмытып кеткен сияқты. Енді өзінің негізгі жобалары ол тікелей жаңағыдай Газпром медиа қаржыландыратын жобалар. И дайын болмай қалған сияқты. Жалпы сондай қарсылықтың дайын болмай қалды. И дәл сол жаңағына өте енді қалай айтуға болады, дөрекі әзіл дейміз ба? Қатты әзіл болған концерттің басында да ол негізі ескерткен ғой. Мен өтініш жасаған ғой, пожалуйста деп ше. И мне кажется, анау болады ғой, сен вроде бы хочешь шутить нормально, но миыңда анау өткендегі концерттердің кедергі жасағаны, жалпы мынау бәрі давление тұр да. Әрине. И ана жерде анау әзіл орынсыз, бірақ шығып кетті. Ол негізі былай енді не дейміз, стендап тусовка дей ма, ол көпшілік білет. Сабуров былай андай нағыз импровизацияға онша жоқ. Нағыз былай. Сезбей қалды, иә, ол жаңағы. Жоқ, менің ойымша ол
ана ситуацияны күлдіріп бас жерім деп ойлады ғой негізі. И меніңше миына бірінші келген нәрсе сол болып қалды. То есть ол біріншіден андай емес, даже оны әзілдеп те айта алмайсың. Просто бірінші көрді, не көрді, соны айтып жіберді. Асықты деп ойлаймын мен өзім. Енді былай комик ретінде қарағым келіп отыр да. Ондай әзілдер, дәл ондай емес, жалпы сәтсіз әзілдеріміз көп болады ғой. Даже дайындалған әзілдеріміз сәтсіз шығады. А тут мына жерде импровизация, оның сәтсіз шығу коэффициенті өте жоғары. Егер меніңше жаңағы айналасындағы адамдар енді қарсылықтарды көріп отыр ғой. Сондай ситуацияларға бір или дұрыс фраза, или штурмовать ету керек сияқты еді. Өйткені все-таки комик любой ситуацияға сен шығып кететін жол табуың керек. И даже после этой ситуации он бы мог, там, не знаю, не болған білмейміз, болған жоқ біз ол жерде, бізге жеткен тек қана үзінділер. Поэтому мен оны жаңағыдай дайын емес болды деп есептеймін. И өткенде жаңағы медетпенде отырған сөйлескен айтып, все-таки шығып кешірім сұрай салғанда тұрған ештеңе жоқ, негізі. Қанша жерден сен закрытый адам бол, қанша жерден там өзіңнің там образың агрессивный такой комик, надменный. Кешірім сұрай сал. Типа, да, неудачно пошутил. Ода тұрған ештеңе жоқ. То есть кешірім сұрағаннан сен кішірейіп қалмайсың, болмаса там ақшаң азайып қалмайды деген. Кешірім сұрай салу керек еді. И соның әсері мысалы үшін тоқтамай жатыр да қазір. Ол просто закрылся и концерттердің бәрі атымен. Кешірім сұрағанда бірдеңе өзгеретін бе еді, мысалы? Жоқ, дәл сол мына жаңа қыздан дейміз бе, жалпы Украина халқынан сол әзіл үшін. Мысалы үшін Ласточкин деген тоже комик бар ғой, юморист дейікші, актер. Ол сол видеоға қатысты бірден агрессивно, қатты казахское быдло деген әңгімелерін айтып кетті ғой видео. И өзіне жабылған талпаны көрді да, былайшында. Раз, мен типа эмоцияға беріліп кеттім, анау кешірім сұрай салды. И все, біз андай халықпыз ғой негізі, кешіре салады. Қазақ елінен кешірім сұраймын десе, бұл мақұл дейміз ғой, И былай абайлайын келесіздер. Украина халқынан жаңағы осыны задевать еткен бар орыс тілді халықтан кешірім сұраймын. И отдельно қазақ елінен кешірім сұраймын деп қазақша айтып жүрсе, екінші қайталамаймын деп. Білмеймін. Ол енді дальше өзі жоқ. Бірақ енді бұл барша жаңағыдай комиктерге, артистерге бір үлкен не ғой? Сабақ. Бірақ маған бұл ситуацияда екінші мәселе, мысалы Чумаков концерт берді. Алматыға келіп, Астанаға келіп. Біз тараптан ешқандай қарсылық болмады. Если ол тікелей жауапты адам былай қарап, ол Ресей азаматы ол. Ол сол жаңағы Кремль. Ресей азаматын алды ма? Өзбекстандық қол негізі. Чумаков па? Иә. Алды ма паспорт? Енді сол елде жүрген адам ғой. Дәл Сабуров сияқты ситуация деген ғой. То есть бізде сол жағынан двойные стандарт. Азаматтық позицияны көрсете алмадық. Чумаковтың концертін жүр ғой біраз қазақ, мен көрдім, Жоқ, соны айтып отырмын ғой. Жоқ, соны. Ана соцсетте ойбай Сабуров деп шулап жатқандар жүр да. Енді Чумаков тутыда депші. Енді двойные стандарты дейміз, Украина деп қаншама енді ақпараттық құралдарда былай уайымдап жатырмыз, басында митингке шықтық, түрі болып жатыр. Бірақ та одан кейінгі Палестинадағы жағдай, двойные стандарты деп келгенде. Келмейді, мүлдем келмейді. Где вы были 8 лет назад деген сияқты әңгіме ғой, сен бастап аққан қазір. Жоқ, мен енді халықтың пікірін айтып жатырмын да, сондай. Көп адам жазды осы туралы. Ол бірінші қабат, бірінші слойды ғана көретін нелер. Сәл егер кішкене миды қосатын болсаң, ол жақтағы конфликт, бұрыннан бері келе жатқан конфликт, әзір бітпейтін конфликт, әлі бір 30-40 жылдай болатын конфликт. Сосын ол конфликтке екі жақта дайын, екі жақ әртүрлі инструменттер қосып жасап жатқан конфликт. Мынау Украинаға жасалып жатқан, ол кәдімгідей аяқ астынан әлімжеттік дей ма? Әлімжеттік көрсетуге тырыс қой, күш көрсету мүлде басқа. Бұл толыққанды соғыс. Ана жақта конфликт деп қарау керек. Мына жақ кәдімгідей соғыс. Айырмашылық осы да. Айырмашылық осы. Қысқаша айтқанда, Двойные стандарты деп бұл контекстке біз айта алмаймыз. Себебі мен стористарда қаншама таныстарым сол, неге сіз нан айтып жатсыз, неге мынаны айтпайсыз, мұсылман қауым деген бір хайп болды ғой. Жоқ, бұл жерде меніңше тілдік мәселе. Тілдік мәселе. Біз қандай информационный
Иә, сосын мынау болып жатқан бізге өте жақын нәрсе, бізге қатысы Бізге қатысы бар. Сабуровқа да қатысы болып кеткен нәрсе ғой. Біз осыған рефлексия көрсетуіміз дұрыс та. Өйткені ол біздің жанымызда болған нәрсе. Бізге әсер етуі мүмкін, әсер етіп те жатыр. Украинаның орнында біз болуымыз да мүмкін еді. Былай қарап тұрсаң, неше түрлі вбростар болды ғой, біздің Қазақстанның солтүстігіне қатысты көп нәрселер айтылды. Сондықтан да мына Украинадағы соғыс біздің басты назарымызда болу керек та қазір. Былай ғой, жаңағыдай ғой, эмоцияны былай сырып тастайтын болсақ, тілдік мәселе, біз бір ақпараттық ортадамыз. Екіншісі, мысалы үшін Американың да бірнеше елге шабуыл жасағандарын білеміз, бірақ жаңа тілдік мәселеге емес, біз ол сезінбейміз, біз ол нәрсені бәрі бізден алыс. Алыс. То есть, ну, типа, мы не при чем деген сияқты. Я айта бер. То есть, ешкім кедергі жасап отқан жоқ қой. Айтуға, жаңағыда сен жаңағыдай Американың Мексикаға болмаса Кубаға жасап отқан нәрселерін айтуға ешкімге кедергі жоқ. Бірақ бізде мына нәрсе бар да, өзі айтпайды, бірақ сен неге айтпай жатсың деген әңгіме көп. Вот сен неге айтпай жатсың? Сәкен Майғазиев қайда қарап отыр деген әңгіме. Да. Баяда біреу айтты ғой. Ойбай. Сәкен Майғазиев қайда қарап отыр? Петлишкілер. 8 жыл бойы. Бір нәрсе болған ғой, сөйтсе біреу айтыпты ғой, Сәкен Майғазиев қайда қарап отыр деп. Біреуге сырып салу ғой. Жоқ, бірақ оған не де бар да, себеп те бар да. Жаңа біздегі медиа тұлғалар кез келген ситуацияға пікір білдіріп кетті ғой. Негізі өзің былайша айтқанда сәл ой қорытып, зерттеп сәл, мынадан қақпайды екен деп мойындау басқа. Енді пікір білдірген адамдар енді бір проблемаға барлық проблемаға пікір білдіре береді. Содан кейін бір нәрсе келген кезде үндемей қалатын болса, естественно, оның аудиториясы шулайды. Неге үндемей отырсың? Сөйлесейші деп. Поэтому в чем ты разбираешься, сол туралы айтқан дұрыс негізі. Қалғанда білмейтініңді мойындау да дұрыс та. Мен қақпаймын енді, не істеймін енді. Хорошо, біреу өткен репост жасай салайын деген сияқты. Ондай да вариант болады. Көп жұлдыздарға андай давление болады. Медиа менеджерлар болса, күшті болар еді. Осы туралы айтшы, алдында біз сөзің аузыңда алдыңғы жылы айтқансың. Әрбір адамның репутациясы жайына, медиа біздің жұлдыздардың дейік, әртістердің репутациясы жайында айтқансың. Және соны құртпас үшін, егерде әрбір әртістің өзінің медиа менеджер дедің ба? Иә. Болғаны абзал деп айтқансың. Нұрмахан келесің бе? Яғни бұның функциясы? Оның функциясы позициясына қатысты нәрселер, мысалға атын айтпай қояйық, бір әнші өткенде маған жазып жіберді соғыс басталған кезде. Бірақ қай жақты қолдайын, что түсінбей жатырмын дейді. Сондай нәрселер. Футболда Россияға болеть етіп жүремін просто деген сияқты әңгіме ғой. Сондай, өйткені өзінің нақты позициясы жоқ, ал оның аудиториясы ақылды, талантты, өте тамаша азамат деп есептейді. Ол соны әрі қарай да жалғастырғысы келеді, осы ойынды жалғастырғысы келеді, бірақ білмейді қай жағына қарай шығатынын. Сөйтіп сосын біледі-ау дегендерге хабарласады. Саған сенеді. Иә, маған сөйтіп жаңа хабарласты. Сол кезде тағы да ой келді, соның негізі дұрыс нәрсе, соны жасау керек деген сияқты ше. Неге соны жасамасқа дедік та. Соны жасау керек. Иә. Ол өте маңызды нәрсе да. Мысалға қазір жағдай болып жатыр, иә. Жаңағы Сабуровқа байланысты соғыс болып отыр. Өткенде қаңтардағы оқиға, кім не істерін білмей қалды көбісі. Қай жақты таңдарын білмей қалды. Жанында бір мынау саясаткерлердің жанында жүретін жаңағы не дейді жаңағы көмекшілер? Иә, политтехнологтар сияқты бір адамдар болса, кішкене көрсетіп тұрады. Мынау дұрыс емес, мына жақта адамдар зорлап жатыр екен, бұл қате деп ше. Давай қарсы шықшы осыған деп. Кішкене текстін жазып беріп, кейбір жерлерде жауабын жазып деген сияқты нәрселер, жұмыстар сондай жүргізетін болса, жаңағы репутациясына өте жақсы да әншінің. Мысалы, мән бермеппін деп отырмайды екен, видео түсіріп ше. Жоқ, меніңше біздің елде енді ондай қатты атақты адамдарға ондай бір нақты өзінің позициясын жеткізіп жатқан меніңше адам аз, әртістер аз. Аз болғанның өзінде де, сол аздың ішінде сондай бір жақсы жеткізіп жатқан, сапалы уақытында, уақытылы жоқ сияқты, жоқтың қасы. Себебі қаншама жағдайлар болды, жаңағы қаңтарда болды, қазір соғыс болып жатыр, оның алдында да 2 жыл бұрындықта митингте бәріміз абдырап қаламыз ғой, не істерімізді білмей. Мен өз басым айтатын болсам.
негізі ол тек позиция білдіруде ғана емес. Ол жалпы керек та, әншімен сол болмаса әртіспен, актермен бірге жүретін бір адам. Жаңа айтып отыр, соғысқа емес, күнделікті өмірге де, жаңағы реклама қабылдауда да, мысалға біреу реклама береді, енді шартты түрде Мудараба Capital деп алайық, атын, халяль компания деп, соның жарнамасы, сен несі бол, соның лицосы бол деген кезде жанындағы адам айтатын, мынау кішкене бір күмәнді нәрсе екен, бас тарта салайық дейтін бір адам болу керек та, кішкене ақылшысы, кеңесшісі сөйтіп отыратын. Сол кезде көп жаңағыдай нелерден, проблемалардан құтылады да, ол арзанға құтылады да, аз ақшаға. Кейін бір ұсталып көбірек бергеннен гөрі. Жаңа ғана айттың ғой, кез келген нәрсені, мысалы, не дедің? Кез келген нәрсеге араласып дедің ба, не дедің? Иә, барлық ситуацияға пікір білдіріп келе жатады да. И бір нәрседе жаңағыда түсінбей қалған кезде іздеп бастайды, иә? Жоқ, үндемей қалады. Үндемей қалса енді аудитория іздеп бастайды. Давление кетеді, неге айтпай жатсың деген. И жалпы бізде жаңағыда пікір білдіретіндердің өзі көбіне популистік бағытта ғой. Алматы облысында дүнгендердің ауылын өртеп жіберді ғой. Сол кезде қаншама медиа тұлғалар кәдімгі в открытую, ашық түрде оларға көрсетіп қояйық деген әңгімелер айтты да. Оның аудиториясы алды да, барды да аналар ауылын қиратып көшіріп жіберді. И содан кейін олар ешқайсы кешірім сұраған жоқ, мысалы үшін. Ойбай, негізі ол мақсатта айтпап едім деп хотя бы кешірім сұраған жоқ та, то есть ырымын жасаған жоқ та кешірімнің. Сондай нәрселерге апарады да, мысалы үшін олар байыбына барған жоқ. На самом деле не болды ана жерде? Жаңағы политтехнологтар осы, тоқта асықпа, жазба мынаны, тұра тұр. Иә, сен қазір мына жерде ұлтараздық нені қоздырып жібересің дейтін жанында хотя бы достары жоқ қой, получается. То есть, ладно, политтехнолог деген әлі түсінбейтін шығарсың. Бірақ хотя бы андай достарың болу керек қой. Не жазайын деп жатсың деген сияқты. Тұра тұр, бұл ондай тема емес бұл. Дейді ғой, дейді. Өте щепетильный тема да, ұлтараздық дейтін нәрсе. Ол жерде давай деген нәрсе кетпейді. И сондай нәрселер өте көп. Популистік бағытта нәтижесін ойламайды, айтып алады. Керек кезде үндемей қалады. Естественно, оған сұрақ туындайды оған. Неге үндемей отырсың деген сияқты. Өйткені андай жаңағы заигрывание дейді ғой. Көп ойнап қояды да соны ше. Эмоциямен көп ойнап қояды. Сосын керек кезде айта алмайды да. Сол кезде осыған дейінгі ойнаған бәрі далаға кетеді да. Сондай нәрсе бар. Сосын андай популизм деп отыр ғой. Бізде бір-екі нелері бар ғой, нүктелері бар ғой. Қай жаққа басу керек. Дін өте жақсы нәтиже береді. Дінге қатысты нәрселер айтатын болсаң, жақсы нәрселер айтатын болсаң, ауызашардан бір-екі сторис салатын болсаң. Яғни бұл статистика ма? Иә, халық осыны көргісі келіп тұрау деп сондай инструменттері пайдаланады. Шын ниетпен бір жерге барып ауызашардан түсірген видео емес, кәдімгідей саналы түрде мен осыны істеймін, осы өтеді. Тағы не өтеді? Иә, сондай нәрселер. Сосын тілге қатысты нәрселер жақсы өтеді. Қазақ тіліне қатысты мен аз салуға тырсам, мен қазақ тіліне қатты жаным ашығанмен, соны аз салуға тырсам да, ойнап кетпейінші деп, солай кішкене бір шекара болсыншы деп. Онымен де көп ойнайтындар бар, ұлтқа қатысты. Ең дінмен қатар тұрған нәрсе сол ұлт, қазақылыққа, сонымен көп ойнайтындар бар. Соны көп пайдаланатын сол құралды, жаңағы кім, мысалы өткенде ұсталған Қайрат Құдайберген барлық инструментті пайдаланады, виртуоз ғой. Бәрінде ойнайтын еді ғой сол инструменттердің. Сондай нелер көп, сонымен көп ойнайды, сосын бір соңында бір зардабы болып тұр ғой. Иә. Егер сен сол сөздеріңе, мысалы, нақты енді жалпақ тілмен айтқан тұра алмасаң, сен бәрібір істеген ісің үшін жауап бересің ғой. Бір жерден шығады да ол. Үлкен аудиториямен жұмыс істегенде солай болады бәрібір. Ол енді ол инструмент былай да жұмыс істейді. Мысалы үшін жаңағыдай политтехнологтар негізі біздің елде бар. Олар әншілермен, жаңағыдай танымал тұлғалармен басқаша ситуацияда жұмыс істейді. Қандай? Мысалы үшін белгілі бір оқиға шум болайын деп жатыр. Сосын айтады мынаған, давай сен мына темада бір пост салып жібер. Бүкіл внимание мына жаққа кетіп қалады. Былайша айтқанда. Ақылы түрде. Ақылы түрде, иә. Ақылы түрде немесе жаңағы вин-вин деген
өте жақсы не бар ғой, екі жаққа да саған бір қызмет ұсынуы мүмкін, немесе там мерейтойыңды өткізіп беруі мүмкін, концертіңді өткізіп беруі мүмкін, и сен мына жаққа халықтың негізгі көңіл бұру керек нәрседен алып кеттің, шулаттың жаңағы дін, тіл, ұлт мәселесін тұтатып жібересің да мына жақта, и болды. Белгілі бір уақытқа ана тақырып жабыла тұрады. Ұмытылып кетеді, былайша айтқанда. Өте көп ондай инструменттер. Сол күні концерт бер дейтіндер бар. Мынандай күні мынандай нәрселер болады, мысалға бүгін бір қозғалыс көтеріліс болуы мүмкін деген әңгіме тарай бастайды ғой. Сондай кезде сол күні жаңағы әр үлкен бір облыс орталықтарында, орталық алаңдарында үлкен концерттер болады. Бірден аяқ астынан әншілер хабарласып, сен анда, сен мында лақтырады да, жан жаққа кішкене андай бір кликбейті бар әншілер. Ең болмаса афишада бір-екі топ болу керек та. Сөйтіп кішкене алдайды. Ол да бір үлкен ойын. Сосын сол егер былай кішкене мұқият бүйтіп қарайтын болсаң, кім қай жақта қай күні концертке шықты деп сөйтіп қарайтын болсаң, кейін Астанада үлкен концерттер болады солардың. Соған кішкене назар аударған дұрыс та. Бұл не деген анализ деймін? Концерт. Жоқ, мен білем ғой. Біз ол андай емес, біз қазір по-моему осындай деп отырған нәрсе нақты белгілі. Білетін нәрсе. Қалай болып жатқан. Сен айтып отырсың ғой, ешкім білмейтін факт деп отырсың ғой. Сұрақты қоймай жатып айтып беріп жатсыңдар ма? Біз ешкім білмейтін бәрімізге қатысты фактілерді айтып жатырмыз да. Осылай жасалады. Ол политтехнологтар бізде негізі өте мықты, бірақ кімге қарай жұмыс істеп жатыр? Вот осынысына сұрақтар. Егер де олар кімді пайдалану арқылы кімге жұмыс істеп жатыр? Меніңше әншілер жаңа бізде жаңа әншілер демей ақ қойшы, жалпы медиа тұлғалардың көбінің рейтингі қазір түсіп кетуіне себеп те сол. Кезінде халқым деп жинап алдың да, и сол халқыңа қажет кезде сен басқаша сайрап кеттің там, или үндемей қалдың. Содан кейін естесің, ол дейді ғой, біз саған сеніп жүрдік қой деген әңгіме ғой. Негізі ешқандай қарсылығым жоқ. Сондай жасаған дұрыс та шығар деп ойлаймын. Сапалы контент. Өйткені сенде аудитория болса, негізі егер де мына қарапайым көрерменнің қатарына келіп отырып қарайтын болсаң, мысалға Гүлназ Жоланова, күнде неше түрлі жұлдыздарды көреді, әртүрлі түсірілімдерге барады, небір жерлерде отырады, не жейді, кіммен кездеседі. Соларға қызығатындар бар. Оларға да осындай нәрсені түсіріп беруге болады. Бірақ мобилографтар енді олар бір профильді ғой, енді басқа жаққа қиындау. Жақында шыққан политтехнолог деген осы, егер де политтехнологтар көбейсе, меніңше мобилографтар дегенде мысалы көбейсе болғанда ол былай бір маманды алып кел деп жатқан жоқпыз. Әрбір адамның жанында кішкене болса бас дейтін бір адам табылады. Әдетте ол директор болуы мүмкін. Ол мүмкін емес, сен кілең сондайлардың арасында жүруіңше бір адам болады, кішкене өзіңде байқайсың ғой, мына кішкене бас істейді екен деп. Сонымен кішкене ақылдасып нетіп жасау керек та. Тыңдамайды ғой көбісі. Тыңдамайды, тыңдау керек. Жанында өз сеніп жұмыс істейтін адамдарды қарай білу керек. Сондай жақсы адам болса болады, жұмыс істеуге, жақсы жұмыс істеуге болады. Мен қазір байқадым, то есть естідім. Бізде жаңағы политтехнологтар деп жатырмыз ғой, жалпы біздің шенеуніктердің де факаптары көп қой. Олар қазір белгілі бір адамдар өздері тәуелсіз саясаттанушылар сондай құрып өз қызметтерін ұсынып жатыр екен. Шенеуніктерге, әкімдерге, министрлерге, сен что-то уже 2-3 рет сен жаман кризис менеджерлар олар. Жаман не істеп жатсың, или мына ситуациядан давай біз саған көмектесейік шығуға, или дальше бата бер деген сияқты. И мүмкін, сондай тағы бір орталық құрылып, енді орталық дейтін андай ғой, бізде ресми атау ғой, агентство дейікші, тәуелсіз. Негізі кез келген өнер адамы тәуелсіз болған дұрыс та, и еркін түрде сондай орталықтарға, агентстволарға шыға алады, қызметін пайдалана алады. Бізде жаңағыда ғой, басқа жаққа бүйтіп байланып қалғандықтан солардың несімен, указымен жүріп кетеді, поэтому осындай ситуациялар болып тұрады. Өкінішке орай. Мысалы үшін айту мүмкін, ертең Гүлназ Жоланова сәл қатты сөйлеп қалса, сен там осындай жобаларға оны шақырмай қойыңдар. Мысалы, мынандай киноларға түспей қойсын дейді. Сосын сен де таңдау тұрады. Или айту, или солардың
ығына жығылу деген сияқты. Ол жақты шақырмапты мен ешқашан десем. Иә, ол значит саған повезло былайша айтқанда. Ешқашан шақырмапты. Барсам да бір өтпеймін ше. Өтпегеніңе шүкір қыл. Тәуелсізбін сондықтан. Не айтқым келеді, не айтам дегенге ешқандай нем жоқ, ешқандай проблемам жоқ. Енді госзаказдар туралы кішкене айтайық. Өткенде Кана Бисекеевтің подкастында Айсұлтан келіп анау не мынау не деген сияқты біраз нәрсе. Енді ішкі кухняда болған нәрселерден бөлек сырттағысын былай егер айтатын болсақ, егер сен Айсұлтан болсаң, саған олай айту оңайды. Өйткені сенде үлкен контракттар бар шетелде деген сияқты, үлкен суммаға. Осында контент жасайтын адамдарға кішкене басқаша қарау керек. Оларға керісінше сондай қолдау керек. Госзаказ дейтін нәрсе ол әркез жаман нәрсе емес. Неге? Керісінше менің ойымша госзаказ бізде өте аз. Госзаказ көп болу керек. YouTube контенттерде көп болу. Олар YouTube болсын, жаңағы шағын басылымдар болсын, газет журналдар болсын, қазақ тіліндегі солардың бәріне қолдау көрсету керек та. Біз қазақ тілі үшін жанымызда шейт там миллиардтап бөлеміз дейді та, бірақ қарап тұрсаң сол қазақ тілді контентпен айналысатындарға жетіп жатқаны шамалы. Өмір үкіметтің ақшасын көрмеген адамдар бар мысалы. Сондықтан керек үкімет сондай нәрсені қолдау керек. Мысалы сендер өздерің жекеменшіксіңдер ғой, қанша уақыт жүресіңдер сендер? Сендер журналдың күшімен жүрулерің мүмкін. Егер де сендерді журналдың күшімен оған қоса мемлекет тарапынан кішкене қолдау болатын болса, қаржылай, сендер ұзақ жүре аласыңдар, сендер басқа да нәрселер істей аласыңдар. Сондай сияқты да. Сондықтан біздің жаңа айтып жатқан нәрсеміз жаман деген емес. Негізі солай болады деп жатқанымыз ғой. Әртүрлі кейстер бар. Мысалы, жастар арасында, енді бір модный жастар деп алайықшы, госзаказ деген, яғни үкімет бір өзінің пропагандасын бұл жерге қосып жібереді. Көрмей тұрсам да, естімей тұрсам да, яғни бұл жерде бір подтекст бар деген бір нәрсе іздеп бастайды да жастар. Госзаказ деген сөзді естіп алып. Иә, олар кейде дұрыс, өйткені сол жаңағы азда болса госзаказды жүзеге асыратындар, бері алып келетіндер, жоғарыдан төмен қарай түсіретіндер, олар бір-екі рет болса да бір жағынып қалайын деген өздерінің несінде бір қош жіберетін сияқты да. Мысалға, бір адамға госзаказ келді деп қарайық. Сосын онда қазақ тіліне қатысты нәрсе болсын. Ана жолай келе жатады да айтады, Назарбаевты қос дейді, Тоқаевты қос дейді, и соңғысы партияны қос дейді, сосын Нұрсұлтан қаласын қос дейді. Сөйтіп келген кезде сен ана тілге деп отқаның бәрі аналарға кетеді. Сондай нәрсе. Иә, бізде әлі сол жаңағы бір адамның культі ғой, соған жұмыс істеп кетеді да. Гос болғанның өзінде де. Тақырыбы басқа болса да, соны қос деп талап жасайды. Былай ғой, жаңағы бізде қолдамайды дейміз ғой. Қолдаған кезде жаңағы Айсұлтанның сөзіне еріп кететіндер қатты негатив ұстап қалады. Бірақ жаңа Нұржан айтып жатқандай, мен телевидениеде біраз уақыт істедім ғой. Нұржан да істеді. Сол жерде жаңа медиаплан деген болады. Негізі медиаплан беріледі. Ана медиапланды оқысаң, негізі жаңағыдай бір қатты не жоқ. Жалпы айтады. Мысалы үшін бізде осындай заводтар ашылып жатыр, сол туралы ақпарат беріңдер дейді. Былай беріңдер деген жоқ, жалпы ақпарат беру керек. Бірақ былай жеме-жемген кезде, іс жүзінде уже іске асырылатын кезде сен андай контент бір өте көп ақша бөлінеді. Сен алатын контентің просто заводтарды аралап жүріп түсірілген типа наподобие влога да. Ну, блин, оны көрмейді ғой. Сен қызықтыра алмайсың. Сен ол жерден жаңа креативтің мәселесі. Сосын сол жерге бір-екі фамилияны қосып жібереді да, соны көріп отқан адам соны мақтау үшін жасалып жатқан нәрсе болып қалады да. Жаңа шынымен қазақ тілді контентке қолдау жасасын. И мәселе мынау қазақ тілді контент тоқтап қалмасын деген болу керек қой негізі. Жақсы дүниені ол егер істелініп жатса, онсыз да айтады. Контент жасап жүргендер ондай, оларда не емес қой енді. Өз еліңде болып жатқан жақсы оқиғаларды онсыз да айтасың ғой. Бірақ жаңағыдай
қазақ тілді контентке деп бөлінген ақшаны шынымен Нұржан айтқандай бүйтіп пропагандаға айналдырып жібереді. Пропагандаға. Енді Айсұлтан соны көріп қалып тұр. Иә. Бірақ та енді орыс тілінде неге көп сөздер орыс тілінде келіп исключение дейміз ғой. Госзаказдың осындай исключение болып 100%-ді қандай контент керек сондай істелген бізде тәжірибеде болған оқиғалар бар ма? Өткенде сол подкастта да айтылды ғой, Абайдың несіне қатысты, мерейтойына қатысты күшті әндер шықты, керемет клиптер шықты. Былай ғой, олар ақша беріп, госзаказде ақша беріп, и исполнениесіне де өздері араласып кетсе, онда пропаганда шығып кетеді. Ақша беріп, шығармашылық еркіндік берсе, Абайдың әндеріне түсірілген клиптер сияқты сондай әндер шығады. Мәселе вот осы да. Айырмашылық осы да. Бізде енді жаңағыдай не дейді ондайда? Өзінің несі бар андай? Термині ма? Шашпауын көтеріп жүретіндер дейді да. Мысалы үшін ана жақтан мыналар просто сен курировать ет мынаны. Сен просто мен қолым тимей жатыр, сен курировать етші деп бір адамдар отырғызады ғой. Сол адамдар курировать етпейді, креативить етіп кетеді да. Кеп, ой, давай мына жерді бес, давай бежі. Сен қарайсың да, уже сен оған сөзің қатты өте бермейді, потому что көбісі бір саяси мансап қуалап, бір үлкен карьераны ойлап жүрген жастар ғой, амбициясы өте үлкен, солар сондай позицияға қояды, бақылаушы деген сияқты ше. Сосын олар прислуживаться дейді ғой. Сондай нәрсемен айналысып кетеді да, жағыну басшылығына. Сіз мынаны сұрадыңыз, аны тағы Назарбаевты қостырдым деп келеді. Мен қостырдым. Мен қостырдым, мен айттым, мен талап еттім. Әрі қарай өскісі келеді ғой. Все, келесі көтерем сен деген сияқты нәрсе айтады. Жизнь научила деген сияқты. Примерно сондай. Сондықтан, наоборот, қазақ тілді контент болсын, Қазақстандағы сондай креативный жастарға дейміз ғой, соларға негізі мемлекет қолдау көрсету керек. Таныстарымыз көп, солар айтты, көреді негізі деді. Көрсе, тағы да қайталайым деп па, осыны алды да айтқам. Көріп отырса, жалпы мынандай нәрсе бар. Хорошо десем. Егер мемлекеттен бөлінген бюджет Қазақстанда контенттің дамуына әсер етіп жатса, яғни ойын ережесінің өзгеруіне әсер етіп жатса, ол жақсы деген сөз. Біз мысалы үшін сәлем социал медианы қаншама хейт істеттік, шабуыл жасадық. Бірақ түбінде олар ойынның ережесін өзгертіп жіберді ғой. Веб-сериалдарға деген жалпы қазақтардың қолынан жақсы, сапалы сериалдар түсіретінін көрсетіп берді. Бірақ та Айсұлтан өзінің де сыны бар ғой сәлемге қатысты. Иә, ол андай ғой, әлі болмаған нәрсені осыған апара жатыр. Мен айтып отқан дәл қазіргі кезде ол біздегі контент, ютубтағы контенттің ережесін өзгертті. Міне, не істейсіңдер? Жаңағыдай қазақтар может Netflix контент түсіретін шығар деген пікірлер шыға бастады да. Осыдан 2-3 жыл бұрын ондай пікір даже ойымызға кіріп шықпайтын. Тек қана хейт ет. Ой, қазақтар түсірді. Бол уже, то есть уже нашар. Түсіріп жатыр ма? Уже нашар. Сондықтан Айсұлтан лучше ақыры елге келдім деп жатсың ғой. Елге келді, меніңше контенттің дамуына үлес қосу керек. Менің ойым. Мен негізі ұсыныспен барам деп отқам ол жігітке, бірақ соңғы әңгімесі ұнамай қалды десең. Жоқ, мысалы үшін ол толкты түсіреді ТНТ-дағы. 22 комика деген контент түсірді ТНТ 4-ға. Стендап проект. Дәл сондай келді, бірлесіп қазақ тіліне сондай контент түсір. Ақыры соншалықты тәуелсіз екенсің, көрсет. Вот жігіттер, не бар қазақша түсіретін? Новый что-то есть? Давай мен там хотя бы техникалық тұрғыдан мен қолдау көрсетейін деген сияқты. Я там оюлайып түсіріп жатыр ғой. Но одан басқа, иә. Сәл үлкен аудиторияға дейміз ба? Қазақ тілді аудиторияға дейміз ба? Ашылсайшы. Сынау ең оңайы. Біреудің еңбегін құнсыздандыру ол ең оңайы. Я мен 2 сағат ұйықтағанымда сон ұйқым келіп отыр. Мен көрермендерден кешірім сұраймын. Мен қазір энергетик кішкене енді оянып жатқан сияқтымын. Той тарқағанда студия қалай? Студия өте тамаша. Картиналар қалай біздің? Өте әдемі. Мынау Көлсай. Мынау енді фото
мына кілем және кілемдегі жазу біздің Нұржан екеумізді біраз ностальгияға жетелейді. Негізі 45-ші негізі екеумізді бірге шақырғандарың бекер емес. Сендер былай қарап отырсыңдар ғой, бізді подкасттан деп қарап отырсыңдар. Негізі осыдан тура 10 жыл бұрын қазақ тіліндегі ең алғашқы YouTube жоба Wi-Fi 25 деген болған. Біз осы мына кілемге Wi-Fi 25 деп жазып, осылай артымызда осылай тұратын болған. Ол ешқандай студия емес, ол біз Алматыда снимать ететін квартираның ішіндегі кілем және соның іші түсіргенбіз. Ау, енді біздікі бүгін. Сендерге бұндай кілем идеясы 10 жылдан кейін кетті. Ну, ладно, түсіністікпен қараймыз. Біреудің жұмысын құнсыздандыру. Жігіттер естіңдер ғой, иә? Естіді, иә, бәрі. Әлде мүмкін біздің фанаттар шығар деп ойлап отқаным. Ұқсасын, сендердің жолдарыңызды берсін деген ниетпен ғой, да. Мына жерде жігіттер көрдіңдер ма, жаңа кіргенде Лукашенконың суреті тұр. Бұл біздің подкасттың фишкасы деп айтсақ болады, себебі әр апта сайын, әр ай сайын бір мем болған тақырыпты алып, біз осында қоямыз. Алдыңғы аптада Уилл Смит болған, ендігі аптада білмеймін, талқыламаған бұны адам жоқ шығар, бір апталық тақырып емес, бұл ғасырлық нәрсе деп ойлаймын. Сен сөзін жатқа білесің, иә? Білмеймін, жатқа білетін шығармын. За 6 часов, қалайды? Сейчас я вам покажу, откуда... На Беларусь готовилось нападение. Да. И если бы не за 6 часов не был нанесен превентивный удар, я сейчас карту принесу, сейчас покажу. Нет, то они бы открыли бы огонь, напали сондай бір нәрсе. Хорошо, что начали. Да. Вот я вам сейчас говорю, да? Енді айтайын дегенім, құрметті көрермен, алдыңғы подкастта да айтқам, егер де комментарийда немесе инстаграмда мені Esquire'ды белгілеп қандай да бір қызықты тақырыпты салатын болсаңыздар, біз сіздерге Esquire пикник атты біздің шарамызға билетті сыйлайтын боламыз. Сондықтан кез келген қызықты тақырып, пост болсын, картина болсын, бәрін салып бізге жіберсеңіздер болады. Жігіттер сізге осы мемге қатысты ғой, иә? Жоқ, кез келген қазіргі уақытта өзекті бәрі салып жатқан, бәрі талқылап жатқан. Қатысасың ба? Қатысам. 4 маусым Esquire пикник жасайды, иә? Пикникке шықпау келіңіздер біраз міндетті болған. түрде билет, шақыру билеттері бар, қазір береміз. Рахмет, көп барамыз. Біз енді 1 сағаттан астам уақыт күшті әңгіме болды. Подкасттың соңында бізде өзіміздің бір традициямыз бар. Бұл бізге келген қонақтың көрерменге айтары, яғни өзі туралы ешкім білмейтін факт. Өзі туралы? Ешкім білмейтін, бір факт. Так, дөрекі бұса ештеңе ме ма? Ештеңе. 18 плюс па бізде? 18 плюс па? Жоқ. Не факт бар менде? Мен өте қарапайым ғой, ешқандай бір ерекшелігі жоқ менде. Ешкім білмейтін. Андай бір түрлі өзімнің нәрселерім бар. Фетиш дейміз ба? Иә, мен тырнағымды алғаннан кейін жарты сағаттай суға салып отырам қайта. Анау жұмсарсын, жібісін, өзінің бір қалыпты жағдайына келсін деп тырнақ. Әйтпесе тиіп кеткен кезде денем түршігіп кетеді, сөйтем. Бірден ілініп кетуі мүмкін. Иә, сосын жаңа кроссовки алсам, кешке қарай шығам да, өз үй жағымда, ауламда, бір 2-3 күн, бір 40 минуттай жүріп қайтамын, соны келіп қараңғыда. Неге? Ешкім көрмей тұр, жаңа екенін білінбеу үшін. Сен осы туралы айттың. Бұл? Иә. Бұл өзімнің загондары. Иә, проблемаларым. Жоқ, сен былай айтқансың. Не екенін білмеймін, жаңа киіммен келуге ұяласың. Иә. Сондықтан жаңа жүріп кішкене ескіртесің ба қалай? Иә, кішкене, фактурно көрінсін деп сөйтем. Әдейі кетіп бараққан бір жерлерге аяғымды тигізіп сөйтіп нетем. Себебі, сен ойлайсың, сен келген орта, жаңа киіммен келсең, сені? Жаңа киіммен болса, жоқ ондай ғой, мына байғұс қазырапты ғой, деген сияқты болмасын деймін да, сөйтем. Сондай нәрсең бар. Білмеймін енді, қалай екен. Киімге қатысты онда мен тақырып іліп алып кетейін да. Менде сондай өзімнің нем бар. Мен бір киімді өте ұзақ уақыт киемін да, енді заң сұрақ туындайды ғой, кірлемей ме деп. Кірлейді, мен жуамда кептіріп, ертесіне қайтадан соң кейін. Сондай өз білмеймін. Сосын киімдерімді өзім жуам, өзім үтіктеймін.
Ну қазір енді стиралка бар ғой, ну жалпы Қолмен ба? стиралка бар ғой. Стиралка бар. Кезінде иә. И үтіктеу, то есть не үшін өзім үтіктеймін, өйткені үтіктеп беретін адам жоқ та. Басы бос Нұрмаханның. Нұрмахан өте ұқыпты киінеді, сосын киімі қашан қарасаң да тап-таза. Если ондай факт айтатын болсам, мен қатты сондай тазалыққа көңіл бөлесің. иә, то есть не дейді, брезгливый деген қазақшасы қандай? Кірпияз. Вот. Антонимін білемін. Мен Нұрмахан Астанада тұратында, мен Астанаға барғанмын ғой. Нұрмаханның жаңа үйінде жаттым сол кезде. Артынан жүгіріп жүрдім ғой, мынаны жинасай деп. Вообще былай ешкім білмейтін фактке келетін болсақ, енді мынаны айналамдағы адамдар біледі, жаңағы киімге қатысты нәрсені. Енді бірге тұратын адамдар көріп жүр ғой. Киімді келіп, жуып, ертесіне қайта үтіктеп киіп бара жатқанымды. Ешкім білмейді. Енді, надеюсь, ешкім білмейді. Бірақ куәлер болды. Кішкентай кезімде 5 или 6 жасымда көршінің үйіне ұрлыққа түскем. Көрші балдарының үгіттеуімен. Бірақ сол біз үйге ұрлыққа түскен жігіттің көзқарасы әлі есімде. Ол менен де кішкентай бала, андай да енді өмірде былай күнде деп ойнап жүрген бала да. Сен оны үйіне ұрлыққа түсіп бара жатырсың да. И ол там әке-шешесі келіп жатыр деп қашасың ғой. Қашып барсың да, просто артыңа қарайсың ғой. Балконнан бүйтіп қарап тұр екен да. Но мен кейінде көрдім ғой оған, как будто ол көрмегендей жүрдім да. Ештеңе ұрлай алмады енді. Былай сәтсіз ұрлық болды. Сондай бір. Сосын мен отырғанмын. Менде жаңа ұрлық дедің ғой, мен кішкентай кезімде бір оқиға есіме түсіп кетті. Ақтау қаласы, білмеймін енді жасым 6-7 нешінші жылдар, 99-2000 жылдары. Біздің жастық шақ. Сенің жастық шақтарың ғой, гүлденулерің, ал менің балалық шағым. Сол кезде үйдің алдында бір қызбен танысады екен, ол сол үйге қонақ болып келген қыз. Біздің, яғни дом дейміз ғой. Сол қызбен білмеймін бірдемеге екеуміз сөйлесіп тұрғанда ол мақтанып бастайды. Менде 1000 теңге бар, менде 1200 теңге. Сол таныс па? Жоқ, мен уже сен менде ана қыздан қалыспай жоқ. Менде 1000 деген жоқ, 200-300, ол кезде көп ақша ғой, 200-300-500 теңге. Менде де бар деп менде қалыспай. Бірақ ол ақша жоқ та менде. Нешедем? 6-тамын, 7-тем. Ал көрсетші дейді. Қазір алып келем деп, үйде маманың қай жерде ақша сақтайтын білемді, сол жерден ақша алғам. Алғашқы және соңғы ұрлығым сол болған. Сол жерден бір 400 теңгені алам. Андай қағаз ақша 200-тіктер. Аламда ана қызға көрсетемін, өтірік айтқан жоқ, міне менде бар деп. Сол ақша не екен білмей, ана қыз мені алдап, сулап бір ағаштың бұтаққа өшерге тығып кетейік дейді. Сол ақшаны тығып кетем, білмеймін, сол тастадым да, ұмытып кеттім, баламын ғой. Үй түнде жатсам, мама сұрайды, қызым, ұрыспайым, ұрмайым, ақша алдың ба, шыныңды айтшы дейді. Жылап, ана жерде, алдым, ана қыз маған, қайда ол ақша? Екеуміз барамыз жаңа бұтаққа түнде. Ақша жоқ. Бұтақта жоқ. Ақша да жоқ. Бірақ та нақты білмеймін, сол 400 ба, 1000 теңге ма. Бірақ та енді маманың санауы бойынша бұл оған бір көрінген ақша да, яғни бір мән бермеген емес. Ақша орнында жоқ дейтіндей бір қаржы. Солай бір мен туралы, екінші бағдарламада өзім туралы ешкім білмейтін факт айттым. Сондықтан ол қыз қазір қайда? Білмеймін, түрі де есімде жоқ, жалпы ситуация есімде. Фотороботын жасайық. Жылағаным есімде, және ұялғаным есімде. Иә. Балалар деген енді. Сен мойындайды екенсің. Сендер мойындамайсыңдар ма? Ақша ол жоқ қой. До конца ғой. Партизан. Келесі енді бізде Блиц. Ең сүйікті блогер дейді. Ең сүйікті блогер? Вайнер ма, әлде блогер, жалпы блогер ма? Блогер жалпы, Вайн қазір араласып кетті ғой? Иә, бәрі араласып кетті, инфлюенсерлер. Білмеймін, маған соңғы кезде Ходорковский ұнап жүр, әлде қазақстандықтардан ба? Меніңше қазақстандықтардан дұрыс болады. Қазақ контентінен деп па? Мен сол қазір қарап отырмын. Қазақ тілділерден ба? Меніңше онда ешқандай несі жоқ, айта берсем болады. Жалпы Қазақстанда тұратын блогер деп айтақ. Ең сүйікті блогерлерім. Маған Айна Сейс қатты ұнайды, ол әртүрлі тілде, неше түрлі бір қызықты нәрселер, видеолар салатыны. Ол қазір хакиммен
Видео түсіріп білмеймін жүрген қыз емес па? видео білмейді екенмін. Қателесуім мүмкін. Тағы кім көп негізі Бір екеу Нұрмұхан енді өйтіп енді қатты кетті ғой. есіме түсірейін деп отқаным ғой қазір андай өтірік болмасыншы деп ше. Инстаграмда. Шынымен былай по факту айтатын. Маған негізі жалпы саяхат тақырыбы ұнайды. Кім бар қазақта? Саяхатта видео жағынан түсіретін ол жаңа өткен мен подкастыма шақырдым Темірлан Мұқашев деген қарапайым контенті кәдімгідей ше. Біз қалайтын мемлекеттерге емес Шығыс Азия елдеріне барып сол жақтан влог жасайтын. Сосын жазба жағынан келетін болсақ, сол саяхат тақырыбында жазатын Динара Болат деген қыз бар Астанада. Сонда өзінің авторлық турлары бар. Сол барып сол елдерде күшті былайша айтқанда сен ол елге дайын болып барасың былайша айтқанда не істеу керек не істемеу керек деген сияқты. Сосын Өркен деген жігіт бар Кенжебек, ол да жаңағыдай саяхат туралы ағартушылық бағыттағы, яғни ол енді стористеріне салады, бірақ кәдімгідей ана стористерін подкаст сияқты көресің, қойып қоясың да шайыңды ішіп қарап отырып, кәдімгідей бірнеше минутқа созылады жаңағы стористер әр елден. Қазір есіме түсіп тұрған солар. Жауабыңыз қабылданды деймін ба? Ал енді дұрыс жауап. Ал енді дұрыс жауап. Гүлнар жыланмы дейсің? Сен де блогер деуге болады ғой. Қазір мына блогер дегеннің шекарасы бүйтіп кетіп қалды ғой. Түсінбей қалдық қой сон. Жақында бір неге барғам, бір шараға жюри болып. Ал енді кезекті біздің Әділқазы мүшесі блогер дегенде актриса, сосын қазақ аруы блогер дегенге білмеймін. Жоқ, бұрын әнші, сызықшы, актриса деген қатар жүретін. Қазір блогер әнші, немесе блогер актриса. Тележүргізуші, актриса дегенде бір уақыттар болды. Не істедің соның бәрін тізіп беретін еді ғой. Қазір асаба блогер бар, блогер тележүргізуші бар, блогер әнші, блогер актриса, блогер вайнер. Блогер деген сөзді қолданбай қойсақ қалай болады? Мысалы, меніңше қазіргі уақытта Инстаграм кез келген ол бизнесмен болсын, жаңа маникюр істейтін қыз болсын, психолог болсын, аспаз болсын, актриса болсын, бәрібір ол Инстаграм ол өзін өзі көрсету үшін құрал, иә? Ол жерде блогер деген сөз меніңше болашақта қолданбай. Меніңше керісінше ол блог қой олды. Ол да блог жүргізіп жатқан бір емес бірнеше бағытта, сондықтан да блогер дей берсе бола беретін сияқты. Жоқ, егер ол өзін блогер ретінде позиционировать еткісі келсе, немесе солай позиционировать етіп жүрсе, пожалуйста. Вайнерлер кейбір айтады, мені блогер деп таныстыршы дейді ғой. Баяғыда бір қойшы қызға бара жатқан ғой, жанындағы қойшы айтады дейді, мені қойшы емес жылқышы деп айтшы. Сондай әңгіме ғой, қалай болғанда да бір нәрсе. Бір мал. Әңгімені қайтарасыңдар, Ой, сендердің айтпайтындарың жоқ. Қайдан тауып болады осыларшы? Кез келген адамды подкастқа шақыра алсаң, ол кім болар еді? Дуть болып кетті ғой, анаң алдына келсең не дер едің деген сияқты. Тоқаев. Тоқаев, Мұрат Әбділда. Үшеуің отсаңдар. Жоқ, мен маған айтады да, қашан Мұрат Әбділден шақырасың? Мен айтамын, қашан жаны достойны кандидат болады? Мен ол достойный кандидат еді, Тоқаевты көріп тұрмын деймін. Тоқаевтың жанына кімді қосасың дейді? Мен айтамын, Мұрат Әбділда. Қазір біреу мына жақта, біреу мына жақта, поэтому... Жоқ, шынымен президентпен сөйлесіп, кішкене басқаша форма ғой ол. Әдеттегідей галстуксыз отырып сөйлесу кішкене басқаша болатын сияқты өзінің хабарламаларына. Бәрі мүмкін. Қазіргі жүріп жатқан былай саясатына қарасаң бір жерге кіріп шығады. Жуық арада, кімге кіретінін білмейміз біз, бірақ әйтеуір бір жерге кіріп шығады. Енді сол өздерінің достарына кіріп шықпай қойса екен дейсің да? Достарына емес, более такой. Жоқ, именно осы жаңағы контенттің ішіндегі болып тұр ғой, ол дейтін хабар болмайды, ол дейтін ұлттық телеарна емес, подкасттардың ішінде, меніңше осы Алматыдағы подкасттардың біреуіне кіру мүмкін. Жоқ, мен айтып жатқаным, соның ішінде достары бар ғой. Кім ол достары? Көп қой енді, Алибеков бар, Елікбаев бар. То есть, біздің ұсынып жатқанымыз более такой приземленный. Мен айтып жатқан жоқ, міндетті түрде маған, болмаса міндетті түрде Нұржанға деп жатқан жоқ. Жалпы андай приземленный. Қазақы жағына қарай. Мысалға, жаңағы Ерлан Карин барады ғой көп жерге мысалға. Сондай сияқты ол да жаңағы қазақ тілді бір неге келіп кетсе, мен үшін күшті болар еді.
менің ойымша бұл бум болар еді. иә ол бір керемет бір мазмұны бойынша тамаша болмай ақ қойсын, жай келіп кетіп кішкене әңгімелесіп шай туралы сөйлесіп кетсең де қызық адамға. иә мен ойымша сол күшті болар еді. 2016 жылы Назарбаевты түнгі студияға шақырған кезде осындай сөздерді айттық та біз ше. Бірақ енді ол жақтың ұйымдастыру жағы бізде түсінбеді, и біздің каналдың басшылығы да түсінбеді да. То есть қалай сендер біз өмір туралы сөйлесейікші деген кезде уа кетті. Айтамыз, ей просто осындай бір әңгіме болу керек деген кезде. И дәл қазір біз айтып отырмыз жаңа Карин кіріп шығып жатыр. Меніңше олар солай бөліп алған сияқты. Давай сен подкасттарға сен бар, андай жерлерге пресс-секретарь барсын, мен такой ана каналға, мына каналға деген сияқты. И негізі вот жаңа Қазақстан деп көп айтылып жатыр ғой. Ақыр солай айтылып жатыр ма? Соны мынандай үлкен қадаммен көрсету керек сияқты да, жаңағыдай. Міне, то есть хорошо, мен такой кім бар бізде? Регионда контент жасап жатқан біреуге барсын. Өткенде Наурызда халықтың арасына кіргені шу болды, кәдімгідей бәрі қуанып мәз болды ғой. Мысалы үшін Атырауда подкаст жасап жатқандар бар. Сол жаққа барсын. То есть андай да, бәріміз бүйтіп, кімге келеді екен деп отырған кезде вообще нежданка башында бір региональный. То есть ол андай жест қой. Мен лицоға қарамаймын, мен атқа қарамаймын, мен ешкімді бөлмеймін. Просто ну давай мен регионға поддержка берейін деген сияқты. Солай істесе. Меніңше осы подкасттан кейін, осы жаңағы үзіндіден кейін, егер де сол болатын болса, құрметті көрермен, бізбен бірге казиноға баруға болады деген сөз, иә? Біз табамыз. Біз негізі жаңа политехнолог деп айтырмыз ғой. Негізі Нұржан екеуміз Ақорданың политехнологымыз. Бұл жақта жұмыс істейміз. Бүкіл жағын келіп айтып тастағансың да. Басқа нәрсе айтып отырып көрдің ба? Соңында қалай жібердік? Байқамай қалдың сен. Ойланып қалдым ғой. Топ 3 YouTube канал. Нұрмахан баста. Не болып кетті? Жоқ, мен бас кезек қой. Ұят шығар енді. Қарай салайын. Жасыңа қараймын ма? Есіңе түспейді. Өте көп контент тұтынамын да менше негізі. Сосын өтірік болмасын. Или жарнама болсын десем. Енді қазақ контент қайтып отырғанбыз. YouTube канал. Себебі бүгін қазақ тіл деген соң бәрі қазақша болсын. Бір-екі сөз айтсақ да каналға 3-4 адам. Хорошо, онда еркін формат. Ой, рахмет. Нұрмахан Мен де Мұхамұлы. Мұхамұлы. Қазақ стендап. Жарайды. 3 канал дедім. Мен былай ғой, қазақ контенттен айтып жатырмын да. Негізі жаңағыдай орысқа ешкім жоқ деп қойды. Орыс тілде контентті де тұтынамыз ғой. Бірақ мен білмеймін, өз басым Қазақстандағы орыс тілде контентті қазақ контентіне жатқыза алмаймын. Сен орыс тілде контент жасап жатсың ба, ол по-любому СНГ и дальше сол жаққа кетеді. Сондықтан менің позициям енді ол. Келісу, келіспеу әркім өзінің еркінде. Еркін ол не дейтінін. Мені қостың, мен де сен қосың. Жоқ, бір жағынан жаңағыдай ғой, білсін деп атқаным ғой. Мен жаңағы осы қазақ тілде подкаст жасап жүрген, кішкене алғашқы екеуін подкастқа не қылайық. Мен Нұрмахан, сосын Жомарт дейтін жігіт бар, астана дөп сөз жаңағы барып қайтқан. Ұнайды маған. Сол екеуін айтар едім. Сосын үшіншісіне мен кішкене бір музыкалық бағытта бір каналды айтсам, Underground дейтін канал бар, өте әдемі, сондай лоу-фай музыканы береді. Кейде жатарда қосып қоямын мен, бас жағыма қойып қоямын, жай дауысын қойып қойып. Өте тамаша. Сондай нәрселер ұнайды. Және подкаст дедік, енді бұл ең күшті подкаст. Әркім өзінікін айтатын шығар, иә? Жоқ, ол... Бұл жерде енді қазақ демей-ақ қояйын, себебі бізде аз, иә, бәріміз бір-бірімізді атап шықтық. Жалпы әлемдік подкасттардың ішінен мүмкін бір ойын айтарсыздар. Ол Джо Роган ғой. Жалпы мен жаңағыдай енді кезінде Нұржан екеуміз бірге істедік деп отырмын ғой. Кейін әркім өзін бөлек канал ашып дамытып жатқан кезде мен былай қарадым. Мен өзімді жаңағыдай стендап бағытына уже бұрылып жатқандықтан, сол жаққа кіріп жатқандықтан мен ойладым. Так, вообще стендап комиктер не істеп жатыр? Америкада, Россияда. Қарасам, каждый
стендап комиктің өзінің YouTube каналы бар и подкасты бар. Ну, ол былайша айтқанда әлемдік практикада. Сосын ойладым, кезіндегі істі қайтадан қайтару керек. Аяқсыз қалмау керек. Өйткені бізге екеумізге ең көп айтылатын сын дейміз ба, ескерту, ол бір нәрсені соңына дейін апармайсыңдар деген әңгіме көп айтылады. Ол әңгіме скоро саған да айтылады. Неге? Келдім. Подкаст дейсің ғой қайда? Жоқ, мен осындай енді ұзағынан болсын деп айттыңдар ғой, мен ондай жақсы көремін. Жалпы айтып отқаным ғой, бізде сондай жобалар көп болды ғой енді. Ол жаңағыдай қызығы кетіп қалған кейін біз қоя саламыз негізі. Жалпы солай Джо Роган негізі маған жаңағы YouTube, Инста, TikTok контенттер айтып жатырмыз ғой. Негізі жаңағы подкаст дегенде нағыз подкастерлер бізде сәл нелер бар, текетірестері бар. Олар айтады, нағыз подкаст ол аудио. Еш қарсылығымыз жоқ. Иә, солай. Бірақ біз ол аудио форматқа бейімделуіміз қиын да. Сен қаншама жыл тек қана видео форматта істеп жүресің да, бір күнде аудио форматқа өтіп кете алмайсың. Істеп жатырмыз ол жақта. То есть мына аудио форматында шығарамыз, бірақ маған ұнайтыны Apple подкастта, Google подкастта қазақ тіліндегі подкасттар өте көп екен. Қазір, мысалы үшін, Нарик Билаевты айтып қойды, сосын Нәзік әлемім деген тыңдадым. Тағы, то есть бірнеше қазақ тіліндегі аудио подкаст көріп қалдым. Find Your Bee деген сол көп енді жалпы. Тек қана аудиомен жасап жүрген қыз-жігіттер. И несі өте жақсы екен. То есть не дейді, олар скачиваниемен есептеледі екен ғой. Скачиваниесі өте жоғары, өте үлкен сұранысқа ие екен. Сондайлар бар. Енді жаңағыдай YouTube деп шектемей қойық деп жатқаным ғой жалпы. Нұржан? Қазақ тілді ма? Жоқ, бұл жерде. Кез келген ба? Кез келгеннен Голый землекоп дейтін бір не бар? Подкаст бар. Сол қатты ұнайды көбіне. Футбол туралы ма? Жоқ, психология көбінесе кішкене өз-өзіңді тануға, өзінің кейбір эмоцияларыңды, рефлекстеріңді түсінуге кішкене көмектесетін сондай бір канал бар. Сондай менде психология барлығы тыңдайтыным, не қылатыным барлығы, сондықтан сондай нәрселер. Джо Роганның бірақ бірде-бір подкастын көрмеппін отырып бастан аяқ. Мен бәрін демей қой, но ол жақта қонағына қарайсың ғой. Мен де сол 2-3-ін көріппін тек қана. Майк Тайсон келсе, Илон Маск келсе. Иә, сондай. Сол кішкене ағылшынша енді үйреніп жатырмын мен. Сондықтан оған әлі жеткен жоқпын. Мен онда тілге қатысты айтатын болсам деп. Орысша түрін көрдіңдер. Жоқ, мен негізі бүкіл балалық шағым өзбек тілімен байланысты. Сондықтан мен әлі күнге үшін YouTube-тан өзбек тілінде контенттерді қарап тұрамын. Тұтынамын былайша айтқанда. Ол мен андай да өзімнің загондарым. Сол артық бір тіл білген ол артық емес қой. Иә. Өзің туралы ешкім білмейді факт дегенде осыны айтуың керек. Жоқ, оны бәрі біледі негізі. Біле ма? Мен айналам өзбекше білетінді және сондай ортада өскенімді біледі. Көрем. И даже ол жайдан жай емес та ол. То есть мен өзім үшін демеймін, контент жасау жоспарда бар. Сәттілік тілейміз. Рахмет шақырғаныңа көп-көп. Жігіттер, рахмет осымен. Бүлдірдік дейсің ба? Әлде бүлдірмедік па? Бүлдірген жоқсыз, өте керемет, күшті әңгіме болды. Осымен мінекей біздің сұрақтарымыз бітті. Қолдап, уақыттарын бөліп келгендеріңе үлкен рахмет. Көрерменнің көңілінен шығады деген үміттемін. Лайктар, комментариялар бәрі орынды болатынына сенімдімін. Осы үшеуі ақылды екен деген примерно сонда. Ұнамаса да лайк басыңдар осы видеоға, комментарий қалдырыңдар. Тегін дүниелердің бәрін істей берсеңдер. Комментарий, каналға жазылу, лайк, бәрі тегін. Ешкім ақша сұрамайсыңдар, подписка үшін ақша жоқ па сендерде? Жоқ, ондай жоқ бізде. Нұржанның каналда тегін, менің каналда тегін. Сондықтан рахмет үлкен. Саған рахмет көп-көп.